Қадірлі шеге, мектепте жөндеу жұмысы жүрді. Жаңартылған мектепте оқушылар қайта кірді. Бөлменің қабырғасы сырланып, сүттей ағарыпты. Парта мен тақтаға дейін бәрі жаңарыпты. Мұғалім қабырғаға ұзақ қарап тұрды да, балалар, қалай ойлайсыңдар? Қабырғада не өзгермеген деп сұрады. Оқушылар дүр етіп қабырғаға қарады. Бәрі жап-жаңа, көзге таныс ештеңе жоқ. Анықтап қараңдар, деді ұстаз. Балалар шалқайып та, қисайып та, үңіліп те көрді. Бірақ ештеңе байқамады. Қабырғада жаңадан суреттер ілінген. Жақтау жіп. Сурет деп балалар жамырай бастады. Мұғалім басын шайқады да, қабырғаға ілінген суреттерді алып тастап, енді не көріп тұрсыңдар? Деді. Оқушылар таппады. Ұстаз бір шәкіртті орнынан тұрғызып, суреттерді қайтадан қабырғаға ілуді бұйырды. Шәкірт айтқанды екі етпеді. Ұстазы суреттің орны осы жерде екенін қайдан білдің деп сұрады. Ол шегеге қарап білдім, деді. Бәрекелді, деді мұғалім. Сынып ішінде өзгермеген бір дүние болса, ол шеге сендер соны байқамадыңдар. Ол аса маңызды зат емес қой. Көзге де қатты көрінбейді, бар жоғы білінбейді, дейді оқушылар. Мұғалім ғана көтереді. Таға тұлпарды көтереді. Тұлпар ер-тұрманды көтереді. Ер-тұрман ер-азаматты көтереді. Ал азамат елдің абыройын көтереді. Деген шеге өте қарапайым, көзге көрінгісі келмейді. Мақтануды білмейді, тіпті оның шағын сүрту де қажет емес. Бірақ әдемі суреттер мен кітап сөрелерін құлатпай ұстап тұрды. Мына біз отырған ғимараттың өзі де шегенің күшімен тұр. Егер шеге сәл босаңсыса немесе майса, оған ілініп тұрған қымбат жәдігер жерге құлап сынады. Сынған дүние әмәнда құнын жоғалтады. Сондықтан шегенің жауапкершілігі зор. Үлкен борыш арқалағасын да ол көзге көрінбеуге тырысады. Қарапайым қалпын сақтайды, деді. Балалар бір жаңалыққа кенелгендей елітіп тыңдап отыр. Мұғалім сөзін жалғап, қазір сендердің өмірлерің мына қабырғада ілінген әдемі сурет сияқты көзге әдемі көрініп, сәнді киінгенсіңдер. Қарын тоқ, қайғы жоқ. Тыстан қарасаң бәрің бақытты бала сияқтысыңдар. Бірақ сендерді осылай шайқалтып, құлпыртып көрсетіп тұрған кім білесіңдер ме? Ол әке шешелерің. Олардың міндеті құдды бір қабырғадағы елеусіз шеге сияқты сендерді сыртқа жарқыратып көрсетіп тұруы үшін өзіне түсетін салмаққа еш мойымай көтеріп тұрады. Әке шешең бар болса, қормалда қорған тозбайтын айыл-тұрман деген олардың қадірін біліңдер. Жорға деген олардың қадірін біліңдер. Жорғаның қадірі желгенде білінер, ата-ананың қадірі өлгенде білінер, деді. Сынып ішінде мүлгіген тыныштық орнады. Сірә балалар үйдегі әке-шешесі жайлы терең ойға түскендей. Ұстаз үйге тапсырма, әке-шешелерінің жақсы бір қасиеті жайлы шығарма жазып келіңдер. Сені жиі қуантатын, шаттыққа бөлейтін кезін шығармаға арқау етіңдер, деп сөзін тәмамдады. Ой, бәрекелді. Ғибратты әңгіме екен,